Жер сілкінісі кезінде не істеу керек? Жер сілкінісі қиратушы табиғи құбылыстардың бірі. Қиратушы сипаттағы жер сілкіністерінің өзі болу сипаты, салдары және салдарларын жою жөніндегі шаралар кешені жағынан бір-біріне ұқсамайды. Халықпен алдын ала жүргізілген жер сілкінісі кезінде дұрыс әрекет ету, дайындық шаралары адам өмірін және мүліктерді сақтап қалады. Жер сілкінісі кезіндегі жарақат көбіне сөрелердің қирауынан, ауыр заттардың құлауынан, сондай-ақ өрттен және улы газдан болады. Сол себептен бүгіннен бастап келесілерді орындау ұсынылады. Шкафтарды, кітап сөрелерін және телевизорды қабырғаға бекіту. Ауыр заттарды мүмкіндігінше төмен жақтарға орналастыру. Даладағы қауіпсіз орын туралы алдын ала келісу. Үйдегі қауіпсіз орындарды анықтаңыз. Ішкі қабырғалардың ішкі жақтаулары, есіктің ішкі жақтаулары, үстелдің асты, төсектің асты, ванна бөлмесі. Жанұядағы барлық адамдарға электр жарығын, судың және газдың негізгі жүйеден ажырататын жерін көрсетіңіз. Жер сілкінісі кезінде не істеу керек? Егер сіз бірінші қабатта болсаңыз, мүмкіндігінше тезірек қауіп-қатер сөмкесін алып, 10-15 секунд ішінде ашық алаңға шығыңыз. Егер сіз екінші және одан да жоғары қабаттарда болсаңыз, сол жерден тез арада жақын жердегі қауіпсіз орынға қарай беттеңіз. Егер жаныңызда мықты үстел болса, астына кіріп, жүреңізден отырып, үстелдің аяғынан ұстаңыз. Бөлменің ішкі бұрыштарына, есіктің ішкі жақтауына тұрыңыз. Егер үй жер сілкінісіне төзімді болса, ванна бөлмесіне кіріңіз. Егер жаныңызда биік жиһаздар болса, жинақталып жүреңізден отырып, мойын омыртқаңызды қолыңызбен жабыңыз. Есте сақтаңыз, сыртқы қабырғалардан, терезеден және сөрелерден қашықта болыңыз. Жер сілкінісі кезінде лифтті пайдаланбаңыз, ішіне қалып қоюыңыз мүмкін. Баспалдақта қалып қоймаңыз. Бұл жер сілкінісі кезіндегі ең қауіпті орын. Жер сілкінісінен кейін не істеу керек? Ақпараттар мен нұсқаулықтарды тыңдау үшін телевизорды, радионы қосыңыз. Электр желілерін қоспаңыз және от тұтатпаңыз. Ауаға газ таралған жағдайда жарылыс болуы мүмкін. Үйден шықпас бұрын газды, суды, электрді сөндіріңіз. Үйден шығып, ғимараттардан, құрылыстардан қашықтап, ашық алаңға тұрыңыз. Афтершок. Келесі сейсмикалық толқындарға, яғни афтершокқа дайын болыңыз. Олар негізгі жер сілкінісінен кейін бірнеше минуттан, сағаттан, тіпті бірнеше айдан кейін болуы мүмкін. Және олар әлсіз ғимараттарды қиратуы мүмкін. Қауіп-қатер кезінде есте сақтайтын 5 ереже. Дүрбелеңге салынбай, сабыр сақтаңыз. Ең жақын жерден қауіпсіз орын іздеңіз. Зардап шегушілерге көмек көрсетіңіз. Құтқарушылардың ұсыныстарын орындаңыз. Құтқарушылардың өрт, полиция қызметкерлерінің әрекеттеріне кедергі келтіретін жағдайлар жасамаңыз.